Тараз қаласында Олимпиада чемпионы, Қазақстанның даңқты дзюдошысы Елдос Сметовтің өмірі мен спорттағы жетістіктеріне арналған Елдос Сметов «Төзім, сенім, жеңіс» атты кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті. Салтанатты жиында облыс әкімінің орынбасары Серік Сәлемов сөз сөйлеп, кітаптың жас ұрпақты еңбекқорлыққа, табандылыққа және отансүйгіштікке тәрбиелеудің маңызына тоқталды. Іс-шараға чемпионның спорттағы алғашқы қадамына бағыт-бағдар берген бапкері Ахмет Жұмағұл мен оны халықаралық ареналарда шыңдап биік белестерге жетелеген жеке бап Ғалымжан Жылгелдиев те қатысты. Жаңа кітапта Елдос Сметовтің жеңісті жолы ғана емес, көпшілік біле бермейтін күрделі кезеңдерде қамтылған. Авторлар балуанның ауыр жарақаттарын кейін қайта түлеп, Олимпиада шыңына дейінгі жолда басын өткерген сынақтары мен табандылығын кеңінен баяндаған. Туындыда спортшының қайсар мінезі, жеңіске деген сенімі мен тынымсыз еңбек арқылы әлемдік спорттағы биік белестерді бағындырған тағылымды жолы көрініс тапқан. Кітап оқырманға чемпионның өміріндегі қуаныш пен қиындықты қатар сезінуге мүмкіндік берді. Жамбыл облысының әкімінің орынбасары Серік Сәлемов пен Жамбыл облыстық футбол федерациясының жаңадан сайланған президенті Әкімжан Ақылбеков Тараз футбол клубының бапкерлер құрамы және ойыншыларымен кездесті. Кездесу барысында өңірдегі футболды дамыту мәселелері талқыланып, алдағы жоспарлар сөз болды. Серік Сәлемов пен Әкімжан Ақылбеков жергілікті футболды қолдау жұмыстары алдағы уақытта да жалғасын табатынын атап өтті. Сондай-ақ федерация тарапынан клубқа қажетті қолдау көрсетіліп, футболдың дамуына бағытталған бастамалар жүйелі түрде жүзеге асырылатынын жеткізді. Өз кезегінде клуб өкілдері көрсетілген сенім мен қолдау үшін алғыс айтып, жанкүйерлер үмітін ақтау үшін бар күш-жігерін жұмсайтындарын жеткізді. Команда мүшелері алдағы ойындарда жоғары нәтиже көрсетуге ниетті екендерін атап өтті. Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы Венгриямен өткен жолдастық кездесуде жеңіліс тапты. Кездесу Венгрияның Дебрецен қаласында өтіп, алаң иелері 2-1 есебімен басым түсті. Қазақстан құрамасы матч барысында қарсылық танытқанымен, ойын қорытындысында жеңіс ұстап қала алмады. Бұл ойын Қазақстан құрамасының маусым айындағы халықаралық үзіліс кезеңдегі екінші жолдастық кездесу болды. Бұған дейін отандастарымыз Армения құрамасымен тең түскен еді. Венгриямен өткен матч бас бапкер Әли Әлиев жетекшілік ететін команда үшін алдағы ресми ойындар алдындағы маңызды сынақтардың бірі саналады. Кездесу барысында жаттықтырушылар штабы бірқатар футболшының мүмкіндігін байқап көрді. Айта кетейік, Қазақстан мен Венгрия құрамалары бұған дейін де бірнеше мәрте жолдастық кездесулерде жолыққан. Бұл жолы мажар футболшылары өз алаңында жеңіске жетіп, жанкүйерлерін қуантты. Филиппиннің Кандон қаласында өтіп жатқан әйелдер арасындағы национальный куб турнирінде Қазақстан құрамасы топтық кезеңде сенімді өнер көрсетіп көш бастады. Қазақстан волейболшылары топтағы 3-ші ойыннан Иран құрамасына қарсы өткізіп, тартысты кездесуде 3-1 есебімен жеңіске жетті. Ойын барысында алғашқы сетте қарсылас басым түскенімен, қазақстандықтар кейінгі 3 партия тізгінінде өз қолына алып, матчты өз пайдасына шешті. Бұған дейін ұлттық құрама Гонконгты 3-1, ал Индонезияны 3-0 есебімен ұтып, жеңісті жолын жалғастырған болатын. Осы нәтижелердің арқасында Қазақстан 9 ұпай жинап, Б тобында жеке дара көш бастады. Енді қазақстандық волейболшылар топтық кезеңде Ливан және Вьетнам құрамаларымен кездеседі. Жартылай финалға әр топтан үздік 2 команда жолдама алатыны белгілі. Қазіргі 5 сайыстан Қазақстан ұлттық құрамасы әлем кубогының кезеңіндегі жарыстарын бастады. Аталған дода қазақстандық спортшылар халықаралық деңгейдегі мықты қарсыластарымен бақ сынап, маусымдағы алғашқы ірі жарыстардың бірінде өз мүмкіндіктерін көрсетіп жатыр. Жарыс бағдарламасына кіретін бірнеше спорт түрі бойынша спортшылар кешенді дайындықтарын сынақтан өткізуде. Қазіргі 5 сайыс ат спорт, семсерлеу, ату, жүзу және кросс сынды бірнеше дисциплинаны біріктіретін күрделі олимпиадалық спорт түрі. Бұл бағытта жиналған ұпайлар жалпы нәтижені анықтайды. Қазақстан құрамасы алдағы кезеңдерде де жоғары нәтиже көрсетуге үміт артып отыр. Жаттықтырушылар штабы спортшылардың дайындығы мен жарыс барысындағы тактикалық мүмкіндіктеріне ерекше назар аударуда.